Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары? Көп мүшелері бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда басқа да нұсқалары және осы алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл БЖБ-да 4 тапсырма беріледі, жалпы балл саны 10-ға тең. Бірінші тапсырмасы: бір мүшені стандарт түрге келтіріп коэффициентін анықтаңыз. Мұнда біз минус 2,1-ді көбейтеміз 4-ке, минус 8,4 болады. А-ның өзін жазамыз, 2 дәреже, сөйге жазылады, басқа А жоқ екен. Б, мұнда квадрат, мұнда бізде 1 дәреже бар. 3 дәреже болады қосылып. Себебі көбейтіп тұре, С-ның 4, 3, 7 дәрежесі көбейтеміз Д-ны. Оқушылар мұнда бізде коэффициенті минус 8,4-ке тең. Коэффициенті минус 8,4. Келесі тапсырмасы: параллелепипедтің көлемін табуға арналған өрнекті жазып, оны стандарт түрге келтіріңіз. Оқушылар мұнда бізде ұзындығы 4а квадрат, бұның 5 дәрежесіне тең екен. Ені 2аб-ға тең. Ал биіктігін H деп алсақ болады, немесе С деп алсақ та болады. 3аб квадратқа тең. Енді көлемін табу үшін осы ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. 4а квадрат, бұның 5 дәрежесі, көбейтеміз 2аб-ны, көбейтеміз 3аб квадратты. 4-ке көбейтеміз 2-ні, көбейтеміз 3-ті, 24 болады. А-ның мұнда бізде 2, мұнда 1 дәреже бар, мұнда 1 дәреже бар, 4 дәрежесі болады. Бұның 5, мұнда 1 дәреже бар, 6, мұндағымен 8 болады. Мінеки көлемі осыған тең. Оқушылар, келесі тапсырмасында мұнда бізде азайтқыш белгілі, айырмасы белгілі, айырманы тап деген екен. Мұнда біз айырманы емес, азайғышты табамыз. Оқушылар, мұнда бізде азайғыш белгісіз, оны x деп алайық. Одан азайтамыз. Азайтқышты тең болады айырмаға. Айырма бізде 5x квадрат минус 6x. Енді азайғышты табу үшін айырмаға қосамыз азайтқышты. Ұқсас мүшелерін біріктірейік. 5x квадрат, 3x квадрат, 8x квадрат болады. Минус 6x, минус 2x, минус 8x болады. Мінеки азайғышы осы өрнекке тең. Төртінші тапсырмасы: суретте боялған фигураның ауданын анықтау өрнегін құрыңыз және алынған көп мүшені стандарт түрде жазыңыз. Оқушылар, ең алдымен берілген тік төртбұрыштың ауданын есептейік. Ол үшін ені мен ұзындығын көбейтеміз. 4x-ке көбейтеміз 3x-ті. Сонда тең болады екен 12x квадратқа. Енді боялмаған бөлігінің ауданын есептейік. Боялмаған бөлігінің ұзындығы 3x минус 1, ал ені 2x қосылған 4. Енді осы екенін көбейтейік. 3x көбейтеміз 2x-ке 6x квадрат болады. 3x көбейтеміз 4-ке 12x болады. Минус 1-ді көбейтеміз 2x қосылған 4-ке. Енді ұқсастарын біріктіреміз. 6x квадрат плюс 10x минус 4. Енді боялған бөлігін аудан табу үшін S1-ден S2-ні азайтайық. S3 деп алайықшы. Енді 12x квадраттан азайтамыз 6x квадрат
плюс 10х минус 4-ті. Мұнда бізде бәрі қарама станбамен ашылады. 12х квадраттан азайтамыз 6х квадратты, 6х квадрат болады. Минус 10х плюс 4 болады. Бойылған бөлігін ауданы мінеки осыған тең екен. Оқушылар түсінбеген есептерің болса пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.